Hello everyone. In today's video, I'm going to explain you the difference between words breath and breathe. Бұл екі сөздің айырмашылығы breath сөзі it's a noun, яғни бұл зат есім болып табылады. Бұл біздің тынысымыз. When it's cold, you can see my breath. Күн суықта сіз менің демімді көре аласыз, yeah? For example, I'll breathe сөзі бұл соңында и дыбысы жалғанған. It's a verb. It's a process of inhaling and exhaling. Яғни бұл біздің тыныстау процесіміз. Демімізді ішімізге тартып шығарғандағы процесті білдіретін етістік breathe деп айтылады. Бұл екі сөзді тіпті native спикерлердің өздері шатастырып жатады, жазған кезде қате жіберіп жатады. Бұларды есте сақтау үшін мен сіздерге біраз мысалдар келтіре кетейін. Мысалы breath сөзіне take a breath деп жаттап алсаңыз болады. Miles took a breath and he played some notes. And take it a breath at a time. Holding our breath, we don't take deep breaths. Ал екінші етістігіміз яғни breathe сөзіне келесі танымал әндерді тыңдау арқылы есте сақтап алсаңыз болады. Just keep breathing and breathing and breathing and breathing. I can't breathe easy. Видео ұнаса лайк басып сақтап алуды ұмытпаңыз. See you next time.